Көктем болса, қора қопсы жинау, үйдің коридорын жинау, неше түрлі боқтық заттарды шығару басталады, иә. Менің өзімде осындай әйтеуір. Не керек, қыстан бері қарай мен шкафтардағы киімдерді, артық киілмейтін киімдерді, жыртылған киімдерді, жыртылған төсектерді, болады ғой, сондай заттардың барлығын мен қапшыққа, салфанға салып, осы сарайға шығара берем. Сосын міне жер кеуіп, қар кеткеннен кейін жайдан өртей бастаймын. Не алып келесің ғой? Өртемесең, ол ана жермен жерге мусорға тастауға болмайтын сияқты меніңше. Кейбір адамдар өртеуге де болмайды дейді ғой, бірақ мен өртегенді дұрыс көремін. Сөйтіп өртейін деп дайындалып жатсам, балам келіп тұр ғой, менімен жағаласып ойынға шыққан еді. Көшеден гүл теріп кептім. Бір шығып, Рахмет көріп қалатын гүлдерді теріп маған әкеліп тұр ғой, көңілімнен Күнде гүл айналайын сыйлайды осы маған. бала. Маған гүл сыйлағанды Ал қатты менде жақсы мындай көреді. вайп. Сөйтіп не керек? Баламнан гүл алып, бір Барымша шаруамды бітіріп жинаған тұрмын. боқтықтардың барлығын өртеп, оған қоса айналада шашылған қағаз, картон дегендердің барлығын өртеп, үй айналасын тағы да бірсыпыра тазалап қойдым. Білмеймін бірақ.